Анатолий Бирюков 1939 жылы 18 ақпанда Мәскеу түбіндегі Чехов қаласында дүниеге келген. Әкесі Николай Бирюков Кеңес армиясының әскери қолбасшысы, генерал-лейтенант, Кеңес одағының батыры. Ол өз баласын қатаң тәрбиелеген және оның биіктерден көрінетін азамат болуын армандады. Анатолий бала кезінде қару-жарақ түрлеріне қызықты. Барлығына белгілі, Кеңес одағының балалары хлопушкамен ойнағанды ұнататын. Ол 8 жасында әкесінің оқтары тұрған қорабын тауып алды және оқ ұнтағын пайдаланып хлопушка ойыншығын жасағысы келді. Сол сәтте оқ жарылып, оның кеудесін және екі қолын қатты күйік шалды. Сол жақ бетінде өмірінің соңына дейін ауыр тыртықтар қалды. Бирюковтың өзі қасындағыларға тыртықтарының болуын бала кезінде сорпа құйылған қазанда абайсызда қағып кеткенімен түсіндірді. Бұл тыртықтар оның өмірін күрт өзгертті. Мектепте оны сыныптастары қорқытты, оның достары болмады. Нәтижесінде бала өлтіруші, тыныш, тұйық және араласпайтын болып өсті. Алайда, ол сабағын жақсы оқыды, мұғалімдердің үлгілі шәкірті атанды. Сөзінде тұратын азамат болды. Мектеп бітірген соң, ол әкесінің жолын қумай, металл өңдеуші мамандығын бітіріп, сол кәсіппен елордалық заводтың біреуінде қызмет жасады. Әкесі ұлының бұл шешімін құптамаса да, баласының қызметіндегі жауапкершілігіне және ісінің шебер екендігіне қуанды. Келбетінің кемшілігіне қарамастан оңтайлы үйленді. Оның 2 қызы болды. Бірақ әйелімен жақындығында, яғни интим өмірінде мәселелер болды. Кішкентай балаларға деген құмарлығы осы проблеманың негізі деп түсіндірді. Құрбандарының бірі тіпті оның қызы бола жаздады. Бірақ ол айналасындағылардың сөзінен қорықты. Оның орнына Бирюков басқа сәбилерді ұрлап, оларға зорлық жасауды көздеді. Анатолий Бирюков 1971 жылы балалар емханасынан арбаны ұрлап, бірінші қылмыс жасамақ болды. Бірақ нәрестенің анасы дер кезінде оралып, жылап жіберді. Нәтижесінде Бирюков тез ұсталды. Алайда, содан кейін Бирюков полицияға арбаны қараусыз қалдырған анасына сәтсіз қулық жасағысы келетінін айтты. Нәтижесінде ол тек профилактикалық әңгімелесумен және қоғамдық тәртіпті бұзғаны үшін айыппұлмен ғана құтылды. 1972 жылы Бирюков тағы да сәбиі бар арбаны ұрламақ болды. Бірақ оның салдары әлде қайда ауыр болып шықты. Ол өзінің ойын соңына дейін жеткізе алмады. Себебі қылмыс орнынан қашқан кезінде ұсталып қалды. Бұл жолы ол өзінің іс-әрекетін жай арба ұрлап оны сатқысы келгенін айтты, ал сәбиді байқамай қалдым деп түсіндірді. Арбаны ұрлаған үшін 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Бирюков жазасын өтеп жатқанда әйелі онымен ажырасу туралы арыз берген. Бостандыққа шыққаннан кейін Бирюков құрылыс бөліміне металл өңдеуші болып жұмысқа орналасты. Онда қамауға алынғанға дейін жұмыс істеді. Бирюков өзінің алғашқы кісі өлтіруін 1977 жылы 16 қыркүйекте жасады. Мәскеу қаласында қыдырып жүріп, Бирюков Маршал Березова көшесіндегі бала асханасының жанында тұрған 3 айлық баласы бар сәби арбасын байқайды. Сәбидің анасы жоқ болған. Бирюков осы сәтті пайдаланып, баланы жақын жердегі үйлердің біреуіне кіргізді. 3 және 4 қабат арасына келіп, баланы арбадан алып терезе алдына қойды және жаялығын шешті. Бала қатты жылады. Бір кезде алыстан есіктің тырс ашылғаны естілді. Бирюков қорыққаннан қалтасында жұмыс пышағымен балаға сұғып өлтірді. Сәби үнсіз қалды. Ал маньяк болса қашып кетті. Сәбидің денесін бір әйел балалармен серуенге шыққанда көріп қалады. Тергеушілер қиындыққа тап болды. Сәбиді өлтіруге адамның қандай мотиві болуы мүмкін? Мүмкін бұл асоциалды өмір салтын ұстанатын және де баладан құтылуды көздейтін бақытсыз ата-аналар шығар. Әлде маусымдық шиеленісуді бастаған жынды ма? Тергеушілер бірнеше күннен кейін алғашқы 2 нұсқаны жоққа шығарды. Балаға жақсы күтім жасалды. Отбасы берекелі болды. Зардап шеккендердің ешкіммен жаулары немесе жанжалдары болмады. Полицейлер бұл жаңалықты бақ өкілдеріне таратылуын болдыртпады. Және бұл ойлары қате болды. Себебі аналар әлі де балаларын көшеде қараусыз қалдыра берді. Ал маньяк Бирюков болса, бұл сәтті өзінің құйтырқы әрекеттеріне тиімді пайдаланды.
Алғашқы қылмысын 3 күн өтпей жатып, маньяк Бирюков 19 қыркүйек күні 3 айлық сәбиді детский мир дүкенінің жанында қалдырған арбадан ұрлап кеткен. Көп ұзамай, оның мәйіті шөл далалардың бірінен табылды. 3 айлық балаға жыныстық зорлық-зомбылық жасалып, оның өліміне себеп болған. Тергеушілердің болжамы бойынша, кәмелетке толмаған балаларға байланысты баппен сотталған немесе психикалық ауытқуы бар адам деп ойлады. Олар архив көтеріп, көптеген күмәнді адамдарды тергеді. Тергеу жүріп жатты, бірақ Бирюков келесі қылмысын іске асыруды ойлады. Ол 1977 жылы қазан айында орын алды. Бұл жолы 6 айлық ұл баланы ұрлап кетті. Анасы баласын үйдің алдында тұрған қарт көршісінің қолына қалдырған. Маньяк күтпеген жерден қарт кісіге шабуылдап, баланы қолынан алып қашып кеткен. Қарт кісі көмекке шақырғанмен, маньяк жасырынып үлгерген. Бірнеше күннен соң баланың өлі денесі табылған. Осы сәтте тергеушілер қылмыскердің портретін құрастырып, айрықша белгілерін білген. Олардың бәрі маньяк бала ұрлағанда бас киімін төмен түсіріп, жүзін көрсетпеудің амалын жасаған. Бірақ адамдар қылмыскердің киімнің өзгермейтінін де байқамаған. Ол тор көзді көйлек пен сұр шалбарда болатын. Бірақ бұл ақпарат жеткіліксіз болды. Тергеушілер бала арбасын ұстаған ер адамдардың бәрін тексеретін болды. Бір күні тергеушілер аялдамада бала арбасын тербеткен ер адамды ұстаған. Кейінге оның кінәсіз екендігін анықтаған. Бирюков сол сәтте осы көрініске куә болды. Және бұл оның ендігі қылмыстарын Мәскеу қаласында емес, өзінің туған қаласы Чеховта жасауына себеп болған. Көп ұзамай Чехов қаласының тұрғындары бір жасқа толмаған 2 қыз баланың ұрланғандығын естиді. Біраз уақыттан соң денелері табылған. Мәскеудегі тергеушілер Чехов қаласына ауысады, бірақ алғашқы уақытта тергеу жұмыстары нәтижесіз болды. Ал 21 қазан күні Бирюков тағы қылмыс жасауға бел буып, Чехов қаласының шетіне аттанады. Дүкеннің жанындағы арбадан 4 айлық сәбиді ұрлап кетті, бірақ бұл жолы оның жолы болмады. Ол сәбиді қолына алып үлгерген сол сәтте, дүкеннен анасы шығып бірден көмекке шақыра бастады. Бирюков баланы ұстап алып, аулалардағы қуғыншылардан қашпақ болған. Ақырында баланы қалдыруға тура келді. Ол спорттық емес қылмыскерге ауыртпалық түсті. Ұзақ қуғын сүргеннен кейін ол қуғыншылардан айырылып үлгерді. Бірақ осы уақыт ішінде оны ондаған куәгерлер көрді. Бұл жолы олардың барлығы қылмыскердің басты белгісі бетіндегі тыртықты сипаттай отырып, оның өте дәл сипаттамасын қалдырды. Нақты идентификациямен қаруланған полицейлер елорданың барлық кәсіпорындарын айналып өте бастады. 24 қазанда сәттілік тергеушілердің жағында болды. Құрылыс бөлімдерінің бірінде слесарь Анатолий Бирюков болып шықты. Барлығы тыныш, қарапайым. Отбасылы адам ретінде танылған Бирюковтың рецидивист, сәбилерді зорлаушы, психикалық ауытқуы бар адам екендігі таң қалдырды. Оның үстіне аса ауыр қылмыстар жасаған күдікті өте еңбек сіңірген адамның баласы болып шықты. Оның әкесі Сталин дәуіріндегі атақты әскери қолбасшы генерал-лейтенант Николай Бирюков болды. Сталининград шайқасында дивизияны басқарды, кейін корпусты басқарды. 1945 жылы маусымда жеңіс шеруінде құрама полкты басқарды. Қылмыскерді сол күні тергеушілер өз үйінен тауып алады. Маньяк өз қылмыстарын жасырмады. Жасаған іс-әрекеттерін ерекше ынтамен баяндап берді. Ол өзінің барлық 5 қылмысын бар болғаны 1 айда жасаған. Айтуынша, бәрі жақсы болған. Некесі бұзылмайынша ол мұндайды ойламаған. Жыныстық өмірдің ретсіздігінен Бирюковтың басына ең ақылсыз қиялдар келе бастаған. Ақырында Бирюков сәбилерді ұрлау идеясын ойлап тапты. Ол ең алғашқы подъездегі қылмысын танып қояды деп қорыққаннан жасаған. Қашып келе жатып, сәбилердің сөйлемейтіндігін және қарсылық білдіре алмайтындығын ойлаған. Бирюковтың қылмыстарын ашық баяндап бергендігінің себебі, әкесі жазадан аман алып қалады деп үміттенді. Николай Бирюков алғашында жалғыз баласының маньяк болғандығына сенбеді. Сол себепті Анатолийға тәжірибелі адвокат жалдайды. Бірақ бірнеше сот отырысынан кейін, айыптаушы жағынан дәлелдер келтірілгеннен соң, Николай Бирюков шыдамай көпшіліктің көзінше баласынан бас тартады. 1979 жылы 24 ақпанда Анатолий Бирюков ату жазасына тартылды.
Бұл жаза тағайындалмастан бұрын Анатолий өз-өзіне қол жұмсауы сәтсіз аяқталды. Экспертизаның нәтижесі оның есі дұрыс деп таныды. Баласының бұл қылмысы мен жазасын көтере алмаған әке 1981 жылы өмірден өтті.